Сәлем, менің атым Пакия, мен қазақ, орыс, ағылшын, түрік тілдерінде еркін сөйлейтін тіл маманымын. Және қазіргі уақытта кәріс және араб тілдерін үйреніп жүрмін. Мен бұл каналымда тіл үйренуді барынша түсінікті тілмен, қарапайым сөздермен түсіндіруге тырысамын. Менімен бірге тіл үйренгіңіз келсе, каналыма жазылып алыңыз. Алдағы уақытта тіл үйренуге байланысты ережелерді немесе жалпы тіл үйренуге байланысты ақпараттарды осы YouTube каналымда бөлісетін боламын. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ағылшын тіліндегі ең қарапайым және де күнделікті өмірде өте жиі қолданылатын шақтардың бірі present simple. Present simple'ды біз қандай жағдайда және қашан қолданамыз? Бұл шақты күнделікті әдеттерімізді, әрекеттерді немесе жалпы шындықты айтқан кезде қолдануға болады. Мысалы, I read a book every night. Мен күнде кешкісін кітап оқимын. Енді болымды сөйлемнің құрылымына келсек. I eat lunch at school. Бұл мен мектепте түскі ас ішемін дегенді білдіреді. Бұл жерде eat етістігі өзінің бастапқы түрінде қолданылады. Өйткені бастауыш I. Тура сол сияқты, егерде сөйлемде бастауыш I, you, we, they болса, етістікті өзінің бастапқы түрінде қолданамыз. Ал егер бастауышымыз he, she, it болса, етістікке міндетті түрде s жалғауын жалғауымыз керек болады. Мысалы, he eats lunch at school. Ол мектепте түскі ас ішеді. Байқасаңыз, айырмашылығы тек s жалғауында. Сондықтан есіңізде болсын, сөйлемде бастауыш he, she, it болса, міндетті түрде s жалғауы жалғанады. Present simple'да болымсыз сөйлем дегеніміз бір іс-әрекеттің болмайтынын, орындалмайтынын білдіреді. Бұл шақта болымсыз сөйлемді құрау үшін do not, яғни don't, немесе does not, doesn't көмекші етістіктерін қолданамыз. Құрылымына келетін болсақ, I, you, we, they, don't және етістіктің бастапқы формасын қолданамыз. Яғни етістікке ешқандай жалғау жалғамаймыз. He, she, it, doesn't және етістіктің бастапқы формасы. Бұл жерде де ешқандай да етістікке жалғау жалғамаймыз. Яғни he, she, it болымсыз сөйлемінде doesn't қосымша етістігі қолданылғандықтан негізгі етістікке ешқандай жалғау жалғанбайды. Present simple шағында сұрау сөйлемін құрау үшін біз do немесе does көмекші етістігін қолданамыз. I, we, you, they үшін біз do қосымша көмекші етістігін қолданамыз, ал he, she, it үшін does көмекші етістігін қолданамыз. Және де сұрау сөйлемінде етістік әрқашан тек бастапқы формада болады. Ешқандай s жалғауларын жалғамаймыз. Adverbs of frequency бұл ағылшын тілінде іс-әрекеттің қаншалықты жиі орындалатынын көрсететін сөздер. Бұл сөздер көбінесе present simple шағында өте жиі қолданылады. Өйткені біз күнделікті әдеттер немесе қайталанатын іс-әрекеттер туралы айтқан кезде қосымша ақпарат ретінде қолданамыз. Грамматика ереже емес, ол дұрыс сөйлеудің негізі деп қарастырсаңыз, түсіну әлде қайда жеңілдейді. Ал present simple тақырыбы ол ағылшын тіліндегі алғашқы қадамдардың бірі. Алдағы уақытта ағылшын тіліндегі басқа да шақтарды дәл осындай форматта түсінікті тілмен сіздерге жеткізуге тырысамын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Берген ақпаратым түсінікті әрі пайдалы болды деген ойдамын. Білім алу жолдарыңызда сіздерге үлкен жетістіктер тілеймін. Сұрақтарыңыз немесе жылы пікірлеріңіз болса, астына комментарийға қалдырсаңыздар болады. Келесі кездескенше, бай-бай!